Балқия ханым, танысқаныма қуаныштымын. Рахмет. Ханымдар, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Кезекпен уақыт болғанша разбор жасаймыз. Менде мен табыс несі? Табыс жағдайы. Не нәрсе істесем де бір алға баспайтын сияқты ма, қалай солай? Не істесем де болмайды. Табыс тапқым келеді ма? Иә. Қанша табыс тапқыңыз келеді, Балқия ханым? Мен енді өзім жоспарлауым бойынша айына 5 миллион деп неғып жүрмін, жоспарлап. Айына 5 миллион тапқым келеді. Немен айналысыз? Мен қазір өзім мамандығым кітапханада істеймін, колледждің. Желілік жұмыстармен айналысам, бірақ жүрмейді да. Бір кедергі бар сияқты. Командамен не қыламаймын, команда құрамаймын солай. Балқия ханым, түсінгенім сіз зарплатада, сізде? Найымдасыз ба? Зарплата. Жансол, андай ғой, қыздар, қараңыздаршы, найымда жұмыс жасайсыз ба? Демек, болды, сіздің миыңыз қозғалмайды деген сөз. Сіз бөлек шығып кетуіңіз керек. Бөлек шыққанда ғана сіздің миыңыз қозғалып бастайды. Найымда уже сізде дайын ақша ғой сізге. Дайын ақша келіп жатыр, ми қозғалмайды бұл жерде. Пенсияға 3-4 жыл қалды. Сол қосымша табыс таптым. Жоқ, Балқия ханым, сіздің даусыңыз өшіп қалды. Сәлем. Қосымша табыс тапқым келеді да. Мен уже зейнеткерлікке аз қалдым. 3-4 жыл. Қосымша табыс, сіз айтып жатсыз ғой, қазір опыт қайда сізде? Мысалы, сіз опытыңыз қандай? Немен айналысып жатсыз? Мен батпен айналысып жатырмын. Осын сатқыңыз келеді, түсінгенім, иә? Иә. Сату жағы қозғалады кішкене. Команда құру жағынан, біреуге былай ұсыну жағынан менде бір. Балқия ханым, сіз сетевойдасыз ба? Иә. Солай айтсаңызшы, мен сетевойдамын. Сетевойда біз бат сатамыз. Артымызда адамдарды алып келеміз. Сол кезде нем көтеріледі деп айтсаңызшы. Иә, солай. Түсіндім, иә. Найымда болсаңыз, мен сізге көмектесе алмаймын, Балқия ханым, потому что бұл жерде ми жұмыс жасамайды. Сіз көзіңіз жанып тұрған жоқ. Ақша сізге не үшін керек? 5 миллион дейсіз. 5 миллионға ми қозғалмайды. Потому что 5 миллион не реально сіздің өміріңізде. Я оны түсінем. Бірінші зарплатыңнан 3 есеге ғана не қыл керек қой? Пландау керек, жоспарлау. Жоқ, зарплатадан емес. Сіз өзіңіз, мысалы, қазір бады сатқым келеді деп тұрсыз да? Окей, бады күшті ғой, керемет витаминдар, иә? Вот сол жерден хотя бы 50 000 тауып көріңіз керек. Вот, ары қарай оны 100-ге көбейтіресіз, сосын 150-ге көбейтіресіз, одан кейін 200, осылай, ақырын. 5 миллион табу, в принципе, қиын емес. Оны табу үшін опыт болу керек бір жерден. Жарайды, рахмет. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Кімнің сұрағы бар? Ақшаға байланысты. Сұрақ деген, ол, возможно, проблема болуы мүмкін. Қазір шеше алмай жатқан проблемаңыз болуы мүмкін, да? Не мазалап жатыр? Сұрағыңызды қойсаңыз, ары қарай разбор жасап көреміз, қыздар. Уақыт жеткенше 3 қызды аламын. Одан көп уақытым жетпейді. Так, ханымдар, Нурида ханым.
Нурида дептир, э? Иә. Қалайсыз? Қалайсың? Нормально. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір, өзің жақсымысың? Нурида ханым, давайте, не мазалайды? Сұрағымызды қоямыз. Көп қарызға көп. Ханымдар, давайте бір-бірімізді құрметтейік. Біреу сөйлеп жатқан кезде екіншіміз микрофонды сөндіріп тұрайық, иә? Нурида ханым. Менде көп қарызға кірген да. Бірақ енді бір 4 жылдан бері ме осы психологияда анау мынау оқып жүрмін ғой, бірақ қарыздан құтыла алмаймын. Қарыздан құтылсам және қарызға кіріп кете беремін да. Соны. Қанша қарыз нақты? Енді ондай көп емес, бірақ біздің ақшада енді 1 миллион, 1,5 миллион деген сияқты. Не алдыңыз оған? Алмаймын деймін да, алып қоя беремін ғой. Бір алғашқы қарызды не алдыңыз? Не сатып алдыңыз ол қарызды алып? Алданып қалдым мен біреуге алданып, алтындарын ломбардқа қойып, сөйтіп қарызға кіріп кеткем. Не деп алдады ол адам сізді? Ақша көбейтіп берем деген сияқты сөйтіп алдағанда. Ақша көбейткіңіз келді, е? Иә. Ақшаны көбейтіп не істейін деп едіңіз? Енді ақшаны көбейтіп сол основной бір білім алу дейді. Енді ақша керек қой бәріне. Сол сияқты. Мен түсінем, ақша бәрімізге керек, бірақ ақша цельға келеді. Нақты қалауға келеді, қыздар. Ақша көбейтем деп кімге, мысалы, былай да, біз ақшамен өзімізді құнды санаймыз. Ақшаның астын копать етіп қарасаң, ол жерде признание тұруы мүмкін, внимание тұруы мүмкін, саған жетпеген махаббат тұруы мүмкін. Не жетпеді сізге, кімге нені көрсеткіңіз келді? Мысалы, ақша, мошенник келді сізге, осы жерде күшті мүмкіндік бар, келесің, ақшаңды көбейтесің деді. Біз оған сендік, иә, мен қалаймын ақшаны көбейткенді. Сол ақша көбейген кезде кімге нені дәлелдегіміз келді? Или нені көрсеткіміз келді? Енді мен өз негізі тоқ өскенмін ғой, бірақ соны тұрмыс болып, андай болғаннан кейін көп нәрселер алмағаннан кейін, сол ақша келсе мен көп нәрсе алып тастамақшы болдым ғой өзімге. Не ол көп нәрсе? Не алмақшы болдыңыз? Мысалы, алтындар основной алтындар алмақшы болдым. Потому что алтындардың біразын сатып жіберген едім. Сөйтіп бұндай нәрсе болып қалды. Өзім түсінбей қалдым, қалай алданып қалғанын. Енді бұл алданғаныңызды біле ма? Күйеуіңіз, үйіңіздегілер? Соны ешкім білмейді да. Осы жерде ғой сізде проблема? Ешкім білмейді. Өзім әлі сол 3 жылдан бері соның проблемасын мен өзім алысып жүрмін. Бірақ енді мен қуанамын, соның артынан осы білім алуға көп мүмкіндік болды, көп қателер қай жерде кетті, сол сияқты білім алуға, өсуге көмектесті да енді. Әрине. Бірақ бәрібір сол бар енді, содан тревожность. Құламадым, иә. Күнде соны ойлайсыз. Не болады екен, қалай болады екен? Иә. Сол қорқыныш. Иә, бірақ шынымен ешкім білмейді оны. Білсе не болады? Білсе не болады дегенде енді сондай тупойсың ба деп ойлайды. Сол үшін. Тупойсың ба деп ойлайды. Бұл деген сөз? Өзіңіз жайлы ойыңыз осындай да, то есть қалай? Мен ақшалы болсам құндымын, ақша болмаса мен құнсызбын. Мен қарызға кіріп кеттім. Мен адамдардың алдында ешқандай. Мысалы, күйеуіңізге айттыңыз, туыстарыңызға айттыңыз, мысалы, иә, осындай болды, қарызға кіріп кеттім. В принципе же бұл сауат жаңағы
білім болмағандықтан ғой, финансовый грамотность болмағандықтан, былайша айтқанда сауатсыздықтан. Иә, осындай мойындау, ары қарай сол жолмен әрекет жасау да. Бірақ біз бұны жасырамыз. Неге? Себебі өзіміз жайлы ойларымыз нашар. Ақшамен ғана, бір жұмыспен ғана, бір күшті жетістікпен ғана біз адамбыз. Так біз адам емеспіз. Бірақ шынымен қатты ұялдым. Енді шынымен егер біреу біліп қалса, енді біледі, қана коллегамда жақсы бір таныс әпшем бар, сол біледі. Так былай өзім туысқандарым, анам, нелерім, бірақ ешкім білмейді оны. Түсініп тұрсыз ғой, негізі ақша емес екенін, иә? Иә. Ақша емес, құндылық. Өзіңіз жайлы ойларыңыз жаман. Иә, болады, сұрақ қойса әрине. Менде де осындай мәселе бар. Тез ашуланып кетеді. Қатты Мысалға ашуланып да кетеді. қазір мен ақша жайында дейді да, менде мынандай проблема да. Ақша жинаймын деймін да, менде қарызым бар. Но мен не тілеймін, тілегім тез қабыл болады да, дұғада жүргеннен кейін ба. Бірақ өзімде жаңа мына апай сияқты қорқыныш болады да, мен осыны біреу менен алып қоятын сияқты. Жұмыста енді коллективтерім болады, орынға таласады, өзім тәрбиеші жұмыс жасаймын, 2 жұмыста, ikisiмен де. Сөйтіп отырып, ақшамды жоғалта беремін ғой, короче, жоғалтқанда қалай? Өзіме жаратылмайды, басқа нәрсеге кетіп қалады да. Мен жинаймын деймін да, жинаймын, көп ақша табамын. Өзім ойымдағыдай ақша бітем, но бірақ ол өзіме әдемілігіме, киіміме, өзіме қалауыма жұмсай алмаймын. Жұмсасам, өзімді жоғалтып алатын сияқты болып тұрамын. Кінәлі сезінемін. Менде. Иә, дәл осы кісі сияқты жаңа сұрақ айттыңыз ғой. Мен ақшамен ғана жұртқа дәлелдей аламын, қасымдағы отбасыма, күйеуіме деп жатсыз ғой, иә. Вот именно менде сондай. Мен үйде жүрсем, бір күн үйде болсам, менде ақша болмай қалатын сияқты да. Болмайды, мені ешкім сыйламайтын сияқты, барлығы маған бір елемейтін сияқты болып көрінеді да. Өзімді сол ақша табумен ғана бақытты сондай бір сезінемін да, мен өзімді жоғары сезіне аламын да. Ал ақша таппасам, мен ешкім адам көрмейтін сияқты сезінемін. Бірақ Аллаға шүкір, мен сол салада жұмыс істеп жүріп, мен дұға тілеймін. Алла маған точно сол ақшаны береді да, точно ойымдағыдай. Но бірақ өзіне келген кезде сол ақшаны рахаттанып жұмсай алмаймын, сол рахатын көре алмаймын. Біреуді қуантқанды жақсы көремін да, біреуге жұмсаймын да. Біреу маған жалынып, қарызға кіріп кеттім, осындай десе, ол менің енді күйеуім болуы мүмкін, болмаса бір бауырым болуы мүмкін да. Вот именно соларға аямай жұмсаймын да, соларға берген кезде удовольствие аламын да, өзіме ше, бір күшті сезінемін да. Но бірақ өзімді тұлға ретінде бүйтіп, маған керек, мынау нәрсе алуым керек деп, еш өзіме жарата алмаймын сол нәрсені ше. Ал қасымдағы коллегаларым... Бұл сізге проблема ма? Иә, проблема сияқты. Өзімді қабылдай алмайтын сияқты. Молодец. Тапқан ақшамды өзім рахаттанып жаратқым келеді. Әркімге жалтақтамай. Әркімнің вниманиясын заслужить етпей. Иә, сіздің переводыңыз. Иә. Қанша бауыр болдыңыздар үйде? Менде 4 бауыр. 1 ұл, 3 қыз. Бірақ мені басқа нағашыларым қолына берді да. Менде өзім үйіме келген кезде оларда менде қызғаныш болатын, олармен көбінесе ұрысып қалатынмын, анамды кінәлайтынмын. Неше жасыңызда берді? Мені 8 жасымда берді. 2 класс бітірген кезде. 3 сыныптан бастап мен үйіме қайтуым үшін әжемді де көңіліне қарадым, анамның да көңіліне қарадым. Басқа бауырларымды апарып көрді, олар басым ауырды, тісім ауырды деп жылап қашып кетті. Мен ол ақжені тастай алмадым, себебі мен кетсем, ол кісіге қарайтын адам болмады. Өзімді енді жертва сезіндім. Сол жерде қалдым, өстім, бірақ үйге келсем, ол бауырларыммен мен ұрысып қала беретінмін. Тіл табыса алмаймын да.
жүріп келіндік өмірге келдім. Мен өзім психологты оқыдым, педагогика психология саласын. Өзімнің сол немді табу үшін ше, табамын да өзімнің шешімімді. Но бірақ айтып отырмын ғой, түрлі адамдар сынақ қылып келеді, но сол сынаққа мен сынып қала беремін ғой. Жаңа мысалы мен келіндік өмірге келдім. Хирург өзіне операция жасай ма? Жасаймайды ғой, иә. Ну вот же. Потому что больно же. Иә. Тем более психолог болсаңыз. Бұны түсінесіз ғой. Кішкентай кезде негізі 12 жасқа дейін, 12-14 жастың аралығында бүкіл установка қалыптасады. Балада не көрді, не естіді. Я, вот сол кездегі балалық эмоциялар ғой. Қандай эмоция болды? Сіз айттыңыз ғой, мен екі ортада жүрдім. Жалтақтау ғой. Мен керек емеспін. Жалтақтап. Неге ішінде сұрақ бар? Баланың ішінде сұрақ бар. Бала миына түсіндіріп бере алмайды. Бала ойлайды, мен артықпын, мен керек емес, мен папа, мама жақсы көрмейді. Вот бауырларымды алып қалып, а маған мені ғана бер жерді оларға. Бала осылай ойлайды. Вот соның кесірінен қазір сіз тапқан ақшаңызды соларға ұнауға жұмсап жүрсіз. То есть эмоционалды покупка. То есть қалай? Мен осыларға ұнауым керек. Олар мені молодец деу керек, мен мойындау керек. Мен жақсы көру керек, потому что мен керек емеспін. Вот сіздегі проблема. Қыздар, бізде ми білмейді. Егер миға нақты цель, нақты не қалайтыныңды, нақты қандай өмірді қалайтыныңды көрсетпесек, егер өзіміз миға көрсетпесек конкретно, онда ол өткен шақта қандай программалар бар, сізде соны әкеп бере береді өмірлеріңізге. Сол бір ситуация, адамдар өзгеру мүмкін, бірақ сол бір сезген эмоцияңды қайта сезе бересің. Басқа адамдар болуы мүмкін. Бірақ тура сол ситуация қайталанып келе береді өмірімізге. Потому что мида ол безопасно. Мидың бірақ функциясы бар, бізді қорғайтын функция. То есть қалай? Сіздің осы сезген эмоцияларыңыз сіз үшін безопасно. Сол кезде сақталып қалдыңыз ғой, ары қарай өмір сүрдіңіз ғой. Мысалы, кішкентай кезде сізді әжеңізге бер жерді, бірақ сол кезде сіз ренжідіңіз да, қатты ренжідіңіз. Ренжіп, мысалы, біреулер болады, бір нәрседен қорқып тырпысып қалады. Ары қарай выживание ғой, то есть өмірің сақталып қалды ғой. Тура осы нәрсе сенің денеңде жазылды, болды. Патыр деп аталады. Болды, осы нәрсе қайталана береді. Сен сезген сезімдерің денеде тұр ғой. Реніш болсын, ашу болсын, қорқыныш болсын, кішкентай кезіміздегі сезген. Бұл қалады денеде, болды. Ары қарай сондай ситуациялар келе береді, бізді ренжітетін, бізді ашуландыратын, бізді қорқытатын. Даже сол ситуацияны жаңа миымыз өзі создавать етіп алады. Тартады өмірге. Бізді ренжітетін адамдарды тартады. Өте қызық. Пока сіз оны осознавать етіп, шынымен көріп, түсініп, бұл менің ескі кішкентай кезіміздегі программам екен ғой. Оказывается, мені Құдай жаратты ғой, Алла жаратты ғой. Мен оған керекпін ғой. Значит, менің миссиям бар ғой. Мен құндымын ғой деп, пока өзіңіз программаны өзгертпейінше, онда сіз адамдарға жалтақтап жүре бересіз. Сіз ол тапқан ақшаңызды өзіңізге жаратпайсыз. Өзіңізге жаратпағаннан кейін не болады? Выгорание, депрессия, потому что бізде нәпсі бар. Біздің нәпсіміз жалмаңдап қалғанда, даже өсекке дейін қосылып кетеді. Именно әйелдердікі ханымдар. Золото, бриллиант, үй, роскошь, бүкіл материалды дүниеге қызығады біздің нәпсіміз. Ақшаны сізге берді ғой Аллах Тағала. Егер сіз алмасаңыз, өзіңізге жаратпасаңыз, онда мошенниктер алып қояды, тағы басқаға кетеді, тағы бір нәрсеге кетеді, анаған кетеді, мынаған кетеді. Ол сіз өзіңізге жарату керек болған сумма еді. Түсіндіріп бере алдым ба, түсіндіре алмадым ба? Сөйтіп выгоранияға кіресіз. Мысалы, мен үйіме келді, 1 жыл бесплатно жұмыс жаса, үй жина, посуда жу, кір жу, айтам да, балаларыма қара дейм, бесплатно дейм. Сіз келмейсіз ғой, Гүлсінай ханым, мен үйіме.
Тура сол секілді миға сіз айтып жатсыз, өзіңізге айтып жатсыз. Гүлсина бесплатно жұмыс жаса, давай. Аналардың вниманиясын заслужить ету керек деп жатсыз. Олай болмайды, қыздар. Ал Әйел нәрсе кісі мысалға ләзім. менде мынандай болды да, біраз осы нәрсенің бәрін жеңу үшін мен барлық нәрсені ұмытып, барлық нәрсені тек жақсылық ойлап, тек андай қылып жүрген кезде 3-4 жылдың ішінде кәдімгідей көтеріліп, жақсы ойлармен жүрдім да. Кейін басқа сыртқы фактордың әсерінен маған тағы да бұрынғы өмірімді қайталауға қайтадан септігін тигізді да. И қазір сол ситуацияда мен шыға алмай жатырмын да. Қанша дұға тілеп келем, бірақ ойыма сол жаман ой келіп қала береді да. Бұрынғы өмірше, қайталанған өмірше. Соны ойланамын да, соны оймен ойланып жүріп, өзім шаршаймын да. И жаңағыдай алға ұмтыла алмаймын ғой. Ала беріп жатыр мен сұрағанымды, но бірақ ары қарап өзімді сол нәрсеге дамыта алмаймын да. Бір кедергілер болады сияқты. Кәдімгідей мен қазір уже қанша жыл болды, мысалы мен отандасқаныма 20 жылдай болып жатыр ғой, бала шағам уже үлкен, қыз болып өсіп қалған. Менің ол нәрсе менде нәрсе бала қыздарыма да берілуі мүмкін бе? Әрине, сіз копировать етеді ғой. Бала не көрді, не естіді, соны жасайды. Сізді айтқаныңызды тыңдамайды ол. Бесполезно. Сізден не көрді, соны жасайды. Сол үшін ғой көрсетіңдер, көздеріңе көрсетіңдер, бүкіл әлемді көріңдер деп бекерге айтпаған ғой. Адам баласы не көрді, сол оның өміріне кіріп келеді. Сол үшін визуализация бар. Көрсет, көзіңе көрсет. Әдемілікті, жақсылықты көрсет. Біздің миымыз минуста. Өткен шақта біреумен қырыл. Мида ограничение жоқ, мида уақыт жоқ, ми ажырата алмайды. Қазір болып жатыр ма, өткен шақта болды ма, болашақта болды ма, ажырата алмайды ханымдар. Вот сол картинканы өзгерту керек. Ол үшін проработка керек. Проработкадан міндетті түрде өтіп отыру керек психологтан. Ал менде қазір менің қызым мысалға 18-ге толады құдай қаласа. Сол қызым айтады да, мен 9-шы сыныптан кейін тура менің бұрынғы кішкентай кезімдегі ода бар. Ішім ауырады дейді. Ішім ауырады дейді да. Бөлінді. Естілмей қалды. Менен ба, қыздар? Ал. Менен ба? Мен ба қатып жатқан? Жоқ, жақсы естіліп тұрсыз, Жанар ханым. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Гүлжан ханым, қалыңыз қалай, жаным сол? Қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Бүгін көріп қалдым, Zoom бар екен, кіріп тыңдайын деп. Машаллах. Менде де жаңағыдей чувство вины, да? Қазір Гүлсінай ханымды бітіріп алайық, сіз сосын, е? Гүлсінай ханым, дальше. Сол менде кішкентай кезімдегі сол 8-ші сыныптан басталған нәрселерім менің қызымда да бар да, сол нәрсе ше. Ода да сол 8-ден 9-ға өткен кезде ішім ауырады дейді. Сосын менің даусым қасымдағы қыздарға естілмейтін сияқты дейді да. Мен айтып жатсам оларға қызықсыз сияқты дейді. Вот менде де сондай болған да. Мен оны қараймын да, деп айта алмаймын. Бір-екеуін айтамын, менде сондай болған деп ше. Қазір мен күлуді, өзімді өзгерттім да біраз жерге осы жасқа келгеннен кейін. Ол сол ортада бірден араласамаймын. Менің ішім ауырады дейді. Ішім ауырып жатыр деп универден қайтып кетеді кейде ше. Ортада өзін ұстай алмайды да. Менде де сондай болған, да сондай бар да. Тұйық па? Тұйық, иә. Бала не үшін тұйық болады, қыздар? Балаға эмоциясын сыртқа шығаруға рұқсат бермейміз. Оны кемсітеміз, унижать етеміз. Мысалы да? Аузыңды жап, жылама дейміз содан. Иә. Ол ұру мүмкін, ұрамыз. Кемсітеміз. Бұлардың барлығы эмоционалды давка балаға. Қыздар. Давление ғой балаға.
Бала үндемей қалады, ол өзінің әлемінде болды. Эмоция көтерілді ма, чувство вины ма сізде, Гүлсінай ханым? Иә. Молодец. Мойындау керек. Мойындау ол 50% трансформация. Ары қарай осы нәрсемен жұмыс жасайсыздар. Біз білген жоқпыз, Мен Гүлсінай ханым. Сіз бірінші рет ана болдыңыз. иә, менде үлкен қызым қазір 18-ге толады. Одан кейінгісі екі кішкентайларым, біреуі 7-де, біреуі 9-да да. Соларға болмаса екен, мен ана үлкен қызымды уже жібере салдым, өйткені мен болды оған көмектесе алмайтын сияқтымын да. Ол енді ары қарап өзі жеңіп шықса екен деген өзім оған былай ақыл бере алмаймын да. Сен бүйтсе, дұға тілесе деймін да, сөйтіп жеңіп шығасың, өзің андай қыласың деймін. Жоқ, мама, менде ондай емес, сіз түсінбейсіз дейді да маған ол. Ал енді мен қалған екі қызымды мысалға соларға қалай не берем, ол маған айтады, қызым уже айтады, бұларға ұрыспайық, үйтпейік, мама, бұлар да қалып кетеді ойында, менде сондай болған деп айтады ол ше, өзінің ойын ше. Сондай айта алмай да қалдым, жылағым да келіп кетті ғой. Жылап алыңыз, от души жылап алыңыз. Это же нормально. Адамбыз ғой, адам болғаннан кейін қателік жасаймыз. Періште жоқ. Бәріміз ұрдық, білген жоқпыз. Унижать еттік, білген жоқпыз. Өйткені сол тәрбиені көрдік, сол тәрбиені дұрыс деп ойладық. Иә. Зато қазір түсіндік, альхамдулиллах, түсінгенімізге рахмет. Сол нәрсемен жұмыс жасап жатырмыз. Солай ғой? Иә. Енді Енді маған беретін ақылыңыз енді сол нәрсемен өзің де және жұмыс жасаңыз. жұмыс жасауым керек. Гүлсінай ханым, психологпен жұмыс жасаңыз, иә? Мен түсінемін, мен психолог болсам да, мен психологқа барам. Это нормально. Ол мамандық қой, біз адамбыз ғой. Хирург өзіне операция жасай алмайды, қыздар, иә? Қойд, бір нәрсені алсаңыз да, төлей беріңіздер ақшаны. Ақша ол риск Алладан. Оның ақшасы сіз арқылы барып жатыр ғой. Наоборот, күшті емес па ол? Қанша сауап аласыз? Ақша ол инструмент сіздің еркін өмір сүруіңізге. Сіздің рахаттанып өмір сүруіңізге, уақытыңызды үнемдеуіңізге, адамдарға пайдалы болуыңызға, сондай бір инструмент. Ақшаға осылай қараңыздар. Оған өте көп құндылық беріп тастаған. Ақшам болса мен кереметпін деп. Это не так. Мен қазір мысалға ақшам болып тұрып, мен жаратпаймын да, но бірақ басқа нәрсеге жазылып кетіп жатыр деп жатырмын ғой. Мысалға мен қызым жаңағыдай психологқа жазылайыншы, мама, мен өзімді не қыламаймын, жеңе алмай жатырмын деп жатады ғой. Молодец, беріңіз. Ол мен оған көш жола, өзің жеңе аласың, сен дұға тіле, сонда саған салауат айт деп мен оған ақыл берем да. Мен сөйтіп өзімді жеңіл Сіз сезінемін. былай істеп жатсыз. Қараңызшы, мен сіздің тіліңізді түсіндіріп берейін. Мама, тісім ауырып жатыр деп жатыр да қызыңыз. Сөйтіп, дұға тіле, нормально деп жатсыз. Түсіндіре алып жатырмын ба сізді айтып жатқан сөзіңізді? Дұға тілеп отыра бер, нормально деп жатсыз. Оның тісі құрттап жатыр, іріңдеп жатыр да. Дұға тілеп отыра бер, нормально деп жатсыз. Так не бывает, қыздар. Өзінің маманына жіберу керек. Тісін қарасын, көрсін, ірің болса тазартсын, лечение алсын. Одан кейін барып рахмет айтады Құдайға. Салдарына бізге, айналамыздағы адамдарға, заттарға, иә, бізге қызмет етіп жатқан рахмет айта алмайтын адам Құдайға рахмет айта алмайды никак. Енді менде мынандай сұрақ. Мысалға мен өзім ақшамды жаңағыдай жинаймын деп мен бастап жатырмын ғой, енді жинайыншы, осы менің қызым бой жетіп қалды ғой деп жинайыншы деп отырмын ғой. Енді мен оны мен оны ұстай алмайды екенмін да. Сондықтан да сондай өзіме керекті нәрселерге жұмсауым керек қой мен, иә. Өзіңізге жұмсаңызшы. Өзіңізге. Құйыңызшы біліміңізге, денеңізге. Ол энергия ғой. Энергиямен. Энергия келеді сізге, ол энергия сізге двойной x3 ақша алып келіп береді. Егер прям проблемаңыз ақша болса. Біз өзімізге ақша құймаймыз, еще хотим ақша келген. Бұлай болмайды ол. Иә, сондай тура сол.
Сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Жаңағы чувство вины адамда мида чувство вины тұрса, я должна, долг, қарызға кіріп кетеді ханымдар. Сол үшін чувство винымен жұмыс жасау керек, иә? Міндетті түрде. Тырнақ өсет, тазартып отырамыз. Тырнақ өсет, тазартып отырамыз. Тура сол секілді. Все время білім аламыз, психологқа барамыз, мышлениемен жұмыс жасаймыз, денемен жұмыс жасаймыз. Это нормально. Келесі ханым. Мен жасаймын, Жанар, иә? Давай. Ханымдар, Ұлжан ханым психолог, коуч, мықты дипломированный психолог, менің партнерім Ұлжан ханым. Келесі ханымға разборды Ұлжан ханым жасайды, хорошо? Қайырлы кеш, ханымдар. Кім разборға шыққысы келеді? Кімде қандай запрос? Камера, нені қосыңыздар да микрофондарыңызды. Я айта қойын, саламатсыз ба? Гүлжан да есіміңіз? Иә, сәлеметсіз, Ұлжан ханым, қалайсыз, қалыңыз қалай? Менде тоже чувство вины деген. Мен сетевойда жұмыс істеп жатырмын, жүйелік бизнесте. И теперь менде осы апрель айында тіркеген адамдарымда енді өспей жатқаннан кейін у меня чувство вины. Осыларға көмектесе алмадым ау, осыларды жетістікке жеткізе алмадым ау деген сондай бір өзімді мазалап, сондай бір неде жүрмін. Бұрын найымда істеген, найымнан шығып кеттім, толықтай фокусымды бұрып осы бизнесқа арнап, осында істеп жатырмын жұмысты. Март айында жақсы табыс таптым, енді вот апрель айында уже менде бір сондай сезім пайда болды да, тіркеген адамдарыма бір өзіме көп жауапкершілікті алып алдым десем де болады. Аха, Гүлжан ханым, қандай мақсат қойып едіңіз апрель айына? Негізі апрель айына мен статус ашқанға өзім мақсат қойғам. Мастер деген статусты ашсам деген. Жанар, дауыстарын жүріп тастайтын бар адамдардың? Мастер деген статусты алсаңыз не болады, Гүлжан ханым? Мастер деген статусты алсам, жақсы табыс келеді. Біріншіден. Екіншіден, мен командамдағы жаңағы адамдардың да статусы өседі, жоғары, олар да табыс табады. Бірге өсеміз де. Қанша теңге табыс келеді? Так, мастерға шықсам, где-то примерно 2 миллиондай. 2 миллион теңге не істейсіз, ол келсе ол ақша? 2 миллион теңге келсе ме, менде вообще мақсат үй алуда. Соған жинау. Қанша бөлмелі дейсіз бе? Негізі 3 бөлмелі. Қай қаладансыз сіз? Алматы қаласы. Осы уақытқа дейін қанша таптыңыз? Март айында вообще максимально бір айда тапқан қанша теңге сумма? Вообще найымда мен 250 мыңға жұмыс істеп отырғам. Осы компанияға келгенде, мартта мен жақсы где-то 450 ме сондай. Қараңыз, өте үлкен разница. 400 болса, где-то 3 есе болса, миллион 200 нормальная сумма негізі. То есть 2 миллион сіздің емкостіңізға сыймай тұр қазір. Миым қабылдамай тұр, иә? Өте үлкен сумма, нагрузка миға. Ми оған жұмыс жасамайды из-за этого. Сіз негізі 2 миллион емес, хотя 1 миллион десеңіз легче? 1 миллион теңге десеңіз, қалай болады? Нормально 1 миллион. Вот 1 миллионға миың жұмыс жасай ма? Иә. Екіншісі, айта беріңіз. Былай, 1 миллион, 2 миллион деген менде мида сондай не жоқ ондайға, миллиондарға. Даже 10 миллион, 8 миллион дегенге. Это нормально, да? Просто менде вот сол жаңағы чувство вины, вот то, что мен соларды адамдарды шақырдым да, и адам тіркей алмай жатырмын деген сондай бар да менде. Адамдардың алдында ма? Иә, адамдардың алдында. Үйдің үлкен бе едіңіз, негізі кішкентай кезде үйде? Жоқ, біз 8 ағайынды ортасындамын ғой, ортаншымын ғой.
Сол бауырларыңызға көмектесу сіздің мойныңызда ма еді? Посуда жуу, киімдерін жуу, тазалау деген сияқты. Бауырларыңыз қарап па едіңіз? Жоқ, ондай қарау деген менде болған жоқ. Менде қарау болды, почему-то үлкен ағаларымның балаларын қарау. Вот чувство вины деп айтып тұрсыз ғой жаңағы партнерларымды деп ше. Партнерларыңызды алып тастасаңыз, соның артында кім тұр? Қандай адамдар тұр? Кімдер тұр? Сразу ойыңызға келген жауап. За ними кто стоят? Почему-то балаларым. Вот. Балаларыңыз алдында не үшін өзіңіз кінәлі сезініп жатсыз? Не үшін кінәлі дейсіз бе? Мен, наверное, ажырасып кеткеннен кейін ойлаймын, осы балаларымды әкесіз, енді как бы неполноценная семья болған үшін деп өзімді иногда бывает такое чувство вины. Может, из-за этого. Я должна? Я должна, да. Я должна их воспитать, я должна их на ноги поставить, я должна им помочь, я должна деген соң. Қарыздарыңыз бар ма, кредиттарыңыз бар ма? Я бар, конечно. Вот осы ғой, қараңыз, развод деген на самом деле, вы прорабатывали именно разводта? Нет, не прорабатывала. Развод это вот утрата человека, мысалы үшін адам қайтыс болады ғой, өліп қалады ғой. Вот жақыннан айырыласың ғой, тура сол сияқты развод деген вот это утрата. Алдында менде бір клиент болды да, осы ажырасқан 4 миллион теңге қарызға кіріп кеттім деп келді да маған. Ал бір сөйлесіп жүрдік, сізге келем деп жазып жүрді ажырасқаннан кейін. Ал вот сол утратасы, развод не проработала, чувство вины балалардың алдында, тура сіздікі сияқты. Негізі ол, как сказать, стандартный процесс. Ажырасқан кезде всегда барлығын өзін кінәлі сезінеді балалардың алдында. Сол 400 мың теңге кредиті 4 миллионға өсіп кеткен ғой. 9 айдың ішінде. Как это өсіп кеткен? Мысалы үшін балалардың алдында кінәлі сезінеді, өзінде жоқ нәрсе касс береді, Каспи кредитқа киім алады, ойыншық алады деген сияқты. Қаланың анау шетінде тұрады, қалаға келіп кетеді, балаларын таксимен жібереді, осындай бір қалай ойға сыймайтын нерациональный әрекеттер жасайды да, чувство винын обслуживать етеді да, осы травмасын негізі. Вот осы моменттерді сізге прям разводты вы должны проработать именно развод болған кезде. Простить, во-первых, себя, өзіңіз ажырасып кеткеніңіз үшін, и принять тот факт, вы что, разведенная. Вот осы моменттермен жұмыс жасау керек сізде. Вот сол кезде сізде жаңағы минус болып тұр миыңыз қазір. Осы минус программа ойнап тұрған кезде никогда ол плюс болмайды. Я так поняла, если каждый раз мен, например, должна дегеннен кейін, из-за этого мен қарызға кіре беремін, иә? Потому что вроде жоқ тастаймын, қайттан кірем, жоқ тастаймын, опять кіріп кетемін. Өйткені ментальный долг тұр ғой, я должна деп тұрсыз ғой. Ментальный долгтар материальный долг қалып келеді. И ол жерде еще мынандай бар да, адам когда я должен дегенмен жұмыс жасаған кезде, адам как будто анау течение бар ғой, ағыс, қатты ағыс, соған қарсы жүреді да. И любой ісі оған өте көп энергиямен келеді. Энергозатратный, ауыр, жаңа миллион жасаса да 100 миллион жасаған сияқты, жұмыс істеп, ше. То есть я должна деген өзін кінәлі сезінген адамның ішінде бомба бар деген сияқты, медленного действия. Ол бомба бір күн жарылады. Ол бомба не істеп жатыр? Адамды іштей жеп жатыр, құртып жатыр. Вот осымен жұмыс жасау керек. Іштеріңіз ауырмай ма негізі? Жоқ, нормально, денсаулықтың жақсы, алға шүкір. Очки алысты көрмейсіз ба, жақынды көрмейсіз ба? Жақынды көрмеймін. Үйде болып жатқан нәрселерді көргіңіз келмей ма? Не болып жатыр үйде? Бала шағамен проблема ма? Не болып жатыр үйде? Айналаңызда, өзіңізбен, прям вокруг что-то происходит, я не хочу это вот замечать деген. Көргім келмейді деген ба? Не знаю, ол жағын білмеймін. То, что проблемаңыз бар екенін көргіңіз келмей ма? Ау? Проблемаларыңыз бар екенін көргіңіз келмей ма? Өзімнің ба? Да, мүмкін, я. Менде мынандай бар да, өзімді, опять, өзімді иногда бывает это винить етем де, вот осы возрастқа дейін келіп, и ничего не добилась деген. Живу на квартире деймін де, и, наверное, вот это есть у меня. Жасыңыз нешеде? Жасым 53-те. Қашан ажырастыңыз? Ойбай, 20 жыл болды. 20 жылдан асып кетті. 20 жылдан. Сіз прям жақында ажырасқандай айттыңыз да? Вот представляете, 20 жыл вы не отпустили. Вы замуж не вышли? Нет. Нет. Балаларыңыз нешеде онда, Құдай-ай? Балаларым ба үлкен, біреу 33-те, екіншісі 21-де.
Уже мужик, үлкендер, еркектер. Жігіттер, я уже, а мен до сих пор у меня вот сондай ғой, чувство вины, опять же. Олардың жолдары ашық па или проблемалар бар ма? Қарым қатынаста, ақшада қалай өмірлерінде жалпы? Нет, жақсы балаларым. Үлкен ұлым үйленген, кішкентай балалар қызы бар. Жақсы. Кішкентай ұлым оқиды, ол 4-ші курста оқиды. Проблем особо таких нету. Ақша Это у табады, меня жақсы, не дегенде сияқты. жақсы, ұлым ақша табады, жақсы табады, келіншегімен қарым қатынасы, бәрі Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Кредиттері бар ма? Қарыздары бар ма? Кредиттері бар, иә. Қараңыздаршы, Көліктері жатты, енді квартираны опять кредит ипотека алды. Енді қазір семейный. Біздің қазақтың миымызда, біздің ментальный прям миымызға құйылып кеткен генетическом уровне қарыз деген неге бітпейді? Өйткені қараңыздар, мынандай болады да, вообще как дисфункция деп айтады, бұл семейный прям дисфункция, семейный нарушение ғой. Қалай? Бізде мамалар баласыны қалай өсіреді? Ішпей, жемей, өздері қыдырмай, не қылмай, өздерінен жонып балаларына береді. Сосын балалар өседі, и бала оны көріп өскен бала қандай сезімде өседі? Мама, біз есімізге аламыз, мамаларымыздың бәрін, мамам біз бейшара деп еске аламыз ба? Вот, мама біздің бейшара, мама, папа не реализованные деп. Папамыз ұрғанына шыдады. Енді Советский Союздың кезінде бәрі ұрды. Арақ ішкеніне шыдады, анаған шыдады, мынаған шыдады. То есть бізде мамамызға деген жанашырлық, чувство вины перед ней у нас есть. И біз оны көріп өсеміз, тура соны балаларымызға жасаймыз. И балаларымыз бізді сонда жертва болып, қиналғанымызды көреді, и олардың алдында, вообще біздің алдымызда на автомате чувство вины болады. И осы чувство вины поколениядан поколенияға бүйтіп беріле береді. И что в итоге? Сізде қаржы, андай кредит жолыңыз онша ашық емес, миллиардер емессіз деген сияқты, тұрмысқа шыққан жоқсыз деген сияқты. Ол чувство вины бар адам өзін жақсылыққа лайықсыз санайды. И также балада сондай болады да, то есть ол өзінде жолын жабады, баланда жолын жабады. Сол үшін ең бірінші не істеу керек? Балаларым жақсы болсын десеңіздер, балаларым бақытты болсын десеңіздер, өздеріңізбен работайте, өздеріңізден не экономьте. Ең біріншісі психологқа бар. Неге бар дейміз психологқа? Өйткені жаңағы бүйтіп қалған цепочканы үзеді ол психологтаршы. Сіз өзіңізде осы жерде үзсеңіз, ол сіздің балаңызға өтпейді на автомате. Өйткені балалар айтқанды емес, көргенді істейді. Тура сіздің өміріңізді балаларыңыз қайталайды. Мысалы үшін гадалкаға барып қажет жоқ, сіздің балаңыздың өмірі қандай болады? Тура сіз сияқты болады, или сіздің баланың папасы қандай болды? Өйткені басқа ода не жоқ, миында сценарий жоқ. Вот осылармен жұмыс жасап жүрсеңіз, негізі әлі разводты сіз даже утрата проживать еткен жоқсыз. Мен прям осы 1-2 күнде болды ма, 1-2 жылда болды ма деп тұрмын ғой. Сол кезде сізде рост болады, сол кезде сізде квартирада болады, сол кезде сізде барлығы жақсы болады. Білесіз бе, мен ажырасып кеткеніме 20 жыл болсам да, мен сол бывший күйеуінің фамилиясында жүрмін ғой до сих пор. Вы вообще тоже күйеуге шықпағансыз. А так 20 жылда 20 рет күйеуге шығуға жазуға болатын еді ғой. Құдай, 4-5 жігітті шертіп жүріп қайсысын таңдасаңыз да. Оны вообще ойламаппын ғой. Кейіннен осы ойлаймын ғой, неге мен фамилиямды ауыстырмағам деп, вообще оны ойламағам да ғой. Қазір до сих пор сол бывший күйеуінің фамилиясында жүрмін ғой. Өміріңіз өтіп кетті, иә? Иә. Өмір қас-қағым сәтте өтіп кетеді деген рас па? Да, енді ол кездерде балалар кішкентай болды, осыларды аяқтандам дедім де, енді қазір жетті, ер жетті, бұлардың өмірлері өздерімен өздері бүйтіп қарасам. И да. Қазір әке шешеміз, мамам айтатын ғой, ертең ұлдарың үйленсе жаңғыз қаласың, қасына бір нен соң қойшы деп айтатын. Оказывается, нет, оказывается, керек екен. Иә, ертең ұлыңыз да үйленеді, кішкентай. И келін сізбен тұратын ниеті жоқ негізі қазір қыздар. Тұрмайды, иә, білем. Иә, вот көрдіңіз ба, сізде семейный, енді ол кезде сізде психолог деген болған жоқ, ол кезде қазір де кеш емес, әлі жап-жас көрінесіз, мен сізді 48, бір 46 деп ойладым негізі. Рахмет. Қазір де кеш емес, сізге сол моменттерді проживать етіп жіберу керек қой ана еркекті. Өз фамилияңызға өтіңіз, білмеймін.
сіздің мына жеріңіз бос болған кезде қасыңызға на автомате уже екінші адам келіп тұрады. Короче, ана фамилия ауыстырудан бастау керек десеңші. Утратаны проживать етуден бастау керек, разводты, балалардың алдында чувство винады алып тастау керек. Вообще жетістікке жеткен адамдар мен жетпейтін адамдардың бірақ разницасы бар. Жетістікке жеткен адамдар өздеріне ненің керек екенін нақты білетін адамдар да. Ал жетпеген адамдар өздеріне ненің керек емес екенін нақты білетін адамдар. Фокус қайда, сол өсе беретін адамда болды. Керек емес, я қарыз не хочу, я развода не хочу, я не хочу, чтобы муж изменял, я не хочу, чтобы дети мои там такими не были, я не хочу ананы, я не хочу мынаны дейміз да. Біз нені қаламайтынымызды айтамыз. А нені қалаймыз десек, вот білмейміз соны. А мы нені қалайтынын білмесе алып тұрмайды ол жерге. Есік программа көтеріле береді болды. Сол программадан шықпайсың. Иә. Сәлематсыз ба? Енді Хорошо. мен не істеуім керек? Проживать етуім керек, иә? Терапияға бару керек. Психологпен жұмыс Терапияға. жасау керек. Утратаны проживать ету керек, чувство винайды проживать ету керек. Сонда сіздердің семейный жаңағы дұрыс емес дисфункция дейді ғой, вот сол орындалады, орнына келеді. Вот хандар еще терапия, психолог деп неге біз қақсай береміз? Мынандай да, жалпы сіздер қазір если вы өздеріңізді проработка жасап, өздеріңізді жаңағы ішіңіздегі программаны өзгертетін болсаңыздар, балаларыңыздың автоматик өзгеріп кетеді. Вот жаңа кім Система айтты? өзгереді ғой. Система өзгереді. Гүлсінай ханым айтты, не істеуім керек. Балаларым жақсы болсын десеңіз, біз өзіңізбен жұмыс жасаңыз бірінші. Өзіңізбен. Өйткені самолет құлап жатқан кезде не дейді? Масканы бірінші өздеріңе киіңдер дейді. Иә? Сен сол кезде баланы құтқара аласың қасыңда. То есть әр адам тек өзімен ғана жұмыс жасау керек болды. Вот сол кезде вот бонус балалардыкін автоматик жақсарып кетеді. Балалар бонуста бар ғой, честно. Өзіңді өзгертпейінше, сенің жағдайыңды өзгертпейді. Енді қараңыз, мен қанша өз-өзімен жұмыс жасап келе жатырмын, Аллаға шүкір, көп дүниені түсініп, иә, өзімен өзгерттім. Мен бұрынғы Гүлжан мен қазіргі Гүлжанның айырмашылығы бар, өзім білемін де. Енді вот жаңағы чувство винады хорошо, оны проработать етемін. Иншаллах, иә. И до конца тұру керек, Гүлжан ханым. Кірмей қалу, кетіп қалу болмау керек. Хандар қазір тағы да бір кісіге разбор жасайды, ол Жанар ханым. Оның арасында бізде рекламная пауза. Бізде ала бұйыртса, нешесі бүгін? 24 ма? Понедельник, келесі понедельник нешесі болады? 28-і бола ма? 27-сі бола ма? 28 күні бриллиант атты біздің бір айлық терапия, проработка, жаңағы коучинг терапия жұмысы басталады. Бір ай бойы сіздердің ішкі состоянияларыңызбен жұмыс жасаймыз. Жаңағы травма, блок, установка, соларды анықтаймыз. И барлықтарыңыздың миларыңыз өшіп қалған қазір, мидың сол жақ бөлігі өшіп қалған. Нені қалаймын дегенді білмейсіздер. Вот соны нені қалайтындарыңызды анықтаймыз. Мақсаттарыңызды табамыз сіздердің да. Мақсаттарыңызға жететін пошаговый план составлять етеміз. И соған жеткізбей тұрған блок, установка, травма, солармен жұмыс жасаймыз. Бізді өткен шақпен байланыстырып тұрған тек қана эмоциялар. Осы эмоцияларды үзген кезде, нені қалаймын дегенді анықтап миға көрсеткен кезде, ми алып барады. Б точка любой болуы мүмкін. Жаңа күйеуге шығам, білмеймін, қарыздан құтылам. Қарыздан құтылам деген цель жоқ. Көбісінің қателігі қарыздан құтылам деп дальше больше қарызға кіре береді. Табысымды өсіремін, самооценкамды көтеремін, ішкі состояниемді жақсартамын, ішімдегі пустотаны толтырамын. Жаңа шапоголизммен ауыра беретіндер бар, киім ала беретіндер, киім алып доғарып, өзімді, вот, как сказать, самоценностьпен өзімен өзім жұмыс жасағым келеді десеңіздер, пожалуйста, вот бір айлық біздің бриллиант атты именно коучинг терапиямыз басталады. Ақпарат алғыңыз келсе, номер қалдырамыз, мына жерге соған жаза қойыңыздар барлықтарыңыз. И по группаға номер қалдырыңыздар, қыздар WhatsApp-қа номерлерін жібереміз. Дәл қазір соған келуге мүмкіндік бар. Хорошо? Қыздар 6 проработкадан өтесіздер. То есть менен 3 проработка, глубокий, травмалар шығады ол жерде. По-любому утратаңыз болуы мүмкін, реніштеріңіз, қорқыныш, ашу, например, ол қайдан келді, не үшін болды, қандай ситуация болды, осы нәрселерге менен проработка. То есть глубокий проработка жасаған кезде адам босайды, жеңіл болып қаласыз, энергияңыз өзіңізде қалады. Осы энергияға Ұлжан ханымнан коучинг уже кетті. Коучинг ол болашақ.
психология өткен шақ болса, өткен шақтағы травмаларыңыз, ұнатпай жүрген ситуацияларыңыз болса, коучинг ол болашақ. То есть сізде энергия қалды, мусордан арылдыңыз, енді уже сіз дайынсыз. Қалай? Бүкіл фокусыңызды ақша табуға қойыңыз, пожалуйста. Мен қанша қалаймын? Қазіргі сумманы x2-ге өсіреміз. Сол нәрсеге әрекет жасаймыз. А точкадан В точкаға жету үшін қандай шақтар жасау керек, не істеуім керек? Миыңыздағы хаосты по полочкам қойып, полный осымен жұмыс жасайсыздар. То есть Ұлжан ханымнан 3 коучинг. Коучингта тоже проработка болады. Жеке подходпен. Топта 6 қыз боласыздар. 6 қызға кезекпен проработка жасалынады ханымдар, окей? И бағасы кез келген әйелге қолжетімді, честно. Вот WhatsApp-қа жаздық, ссылка номерларды жібердік. Орындар саны шектеулі, толық ақпарат алу үшін сол номерларға жазасыздар, хорошо? Қазір Жанар ханым дальше разбор жалғастырады. Сен шығып кеттің ме? Болды ма? Иә, менде сабақ. Давай. Давайте, ханымдар, бір қызға жасайын. Маған жасай аласыз ба? Гүлжан ханым, не мазалайды сізді? Гүлжахан. Гүлжахан, кешірім сұраймын. Мен мазалайтын зат білмеймін, не мазалайтын өзімде. Қарыздан құтыламын деймін да, қарызға қайтадан кіріп кетем. Енді құтылып келем, бірақ қайтадан сол тапқан ақшамды қайтып жоғалтып алам. Өзім трейдингпен айналысам. Екінші жағым мұғаліммін. Сол бос уақытымда трейдингпен жұмыс жасаймын да, бірақ минус қылып ала беремін бәрі ақшамды. Мұздар жарылады. Көк күйінде яқтама. Жасыңыз қаншада? Жасым 33-те. Жарылады. Психологпен жұмыс жасап көрдіңіз ба? Жоқ. Не аласыз? Мысалы айтып отырсыз, ақша табам. Тапқан ақшаңызға не аласыз? Ештеңке алмаймын, үйге тамақ алам, бала жағыма киім алам, сонымен кредитімді төлеймін, қарызға бергім келеді, қайтадан жоғалтып алам сонымен. Ештеңке алмаймын. Мені қуантатын ештеңке алмаймын өзіме. Я не важно. Өз өмірімде өзім жоқпын. Күйеуіңіз бар ма? Жылауға болады, жандарым, жылауға болады. Ол эмоция шығу керек сыртқа. Толып қалған, дене айқайлап жатыр, көмектес маған деп, бұл крик души дейді ғой. Әші сондай бір эмоция шығып жатыр сыртқа, оны шығару керек. Күйеу бар, бірақ күйеумен араларыңызда контакт дұрыс емес пе? Неге продукттан алмайды ол? Киім кешек не үшін ол алмайды? Жұмысы дұрыс емес, жұмыс болып жатқан жоқ ода. Всегда осындай болды ма? Всегда осындай болды ма? Үнемі жұмыспен проблема. Сол үшін сіз кірісіп кеттіңіз ба үйді асырауға? Артық салмақ, арқаның ауруы, белдің ауруы, женский жақтан осыдан проблемалар шығады. Қыздар, үйді асыраушы емеспіз біздер. Біздер әйелміз. Не берсеңіз де, үйіңізге не берсеңіз де, ол сізге сауап ретінде жазылады. Но все же бұл еркектің жұмысы. Күйеуіңіз сіз үшін әлсіз ба? Әлсіз. Әлсіз еркек не істеп жатыр сіздің өміріңізде? Қай установкаңыз тартты оны, әлсіз еркекті? Үйдің нешіншісіз сіз? Мен алдында ағам бар, мен екіншімін, үлкен қызым. Алдыңызда 2 ағаңыз бар, иә? Жоқ, 1 ағам бар. Сосын? Сіз, сосын? 3 қыз бар менен кейін. Қыздардың ең үлкені сіз. Шапалақтың бәрі сізге келген. Мүмкін. Мамамыз 14 жасында қайтыс болып кеткен мен. Вот она что. Утратамен жұмыс жасадыңыз ба? Ештеңке жасаған жоқпын. Гүлжахан ханым сізге керек. 14 жаста, сол 14 жаста қалып қойдыңыз, возможно. Я должна, мама жоқ, енді мен мамамын бауырларыма. Бұл өте ауыр, қыздар. Вот. Сол жақтағы неден, сол установкамен бір нәрсе жасауға кірісеміз да,
тренингпен айналысу үшін адамның психикасы сау болу керек. Ол жерде эмоционалды андайлар болмау керек та. То есть самооценкаға тікелей байланысты ғой. Сіздің состояниеңіз жаман болса, бұл сіздің покупкаңызға әсер етеді ғой. Ана жерде секунд қой, секундта миллион жоғалтасың. Секундта миллион табасың. Солай көп табам, жақсы табам, бірақ жоғалтып алам. Ұстап тұра алмаймын қолымда. Иә. Сізді күтем онда, Гүлжахан ханым. Сіз міндетті түрде проработкадан өтіңіз, хорошо? Мамамен отырата, үлкен отырата бар. Жеке қабылдайсың, қалай болады? Топпен. Топта 6 қыз боласыздар. Топ дегенмен кезекпен каждыйыңызға жеке подходпен болады, не переживайте. Толып қалғансыз, бүйтіп тиісейін десем жарылайын деп тұрсыз. Толып тұрсыз. Мен түсінем. Отбасым деп өзіңізді прям соңғы орынға қойып тастағансыз да. Ана сіздің нелеріңізді, аудионың не бар ғой? Аллаға тапсыру. Тапсыра алмай жатырмын. Да, үйреніп алғансыз ғой уже. Бүкіл жауапкершілік 14 жасыңыздан, даже кішкентай кезіңізден сіздің мойныңызда ғой. Чуть что сіз я должна. Менің бауырларым, мен қарауым керек, мен жасауым керек. Тем более маманың не ситуациясынан кейін. Сіз ешкімге ештеңеге міндетті емессіз. Олардың құдайы бар. Осылай да біз негізі күнәмен айналысамыз, қыздар. Оларға келетін ризықты жауып тастаймыз. Бұл күнә болып есептеледі негізінде. Біз ойлаймыз ғой, біз құтқарып жатырмын деп, көмектесіп жатырмын деп. Негізінде бұл көмектесу емес, оларды өсуіне мешать етіп жатырық та. Түсіндіре алдым ба, қыздар? Күйеуіңіз болсын, бауырларыңыз болсын, бұл дұрыс нәрсе емес, ханымдар. Ол опыт алу керек қой. Ол таяқ жейді, сүрінеді, құлайды, алданады. Ол сол жерден опыт алады. Сөйтеді де ары қарай дальше жүреді. А біз оның опыт алуына мүмкіндік бермейміз да. Мен деп ше, мен істеймін. Алдашып кетем. Ақша сұраса ма деп тауып берем. Оларға келген кезде табылады, бірақ өзіме келген кезде жоқ шынымен ақша. Иә, потому что я недостойна. Мен лайық емеспін жақсы нәрселерге. Өйткені сөйтіп миымызға құйып тастады. Сен оңбаған, сен андайсың, сен мындайсың, сен тупойсың деп миымызға құйып тастады. Осындай жерде шынымен тупить етеміз сосын. Өзіміз білмейміз не істеп жатқанымызды. Білеміз қолымыздан келетін. Аллах тағала бекерге жаратпады ғой біздерді, қыздар. В общем, адам баласын бекерге жаратқан жоқ та. Вот, түсіндіре алдым ба? Сұрағыңызға жауап алдыңыз ба, ханым? Сонда получается, сұрамаған көмекке, в общем, көмектеспеу керек дейсіз ба? Өздері сол жолдан өту керек дейсіз ба? Көмектеспе емес, көмектес, от души көмектес. Бірақ сенде барлығы болу керек та. Материалды, психикаң реттелген, сенде бүкіл нәрсе болу керек. Сен білесің ғой, сен арқылы барып жатқан ол адамға Құдай саған беріп тұр да. Осы благодарностьпен бар ғой, ішіңде болады ғой, Раббым, рахмет. Сен үшін мен барлығына дайынмын деген состояние болады адамда. Мен ол состоянияны түсіндіріп бере алмаймын. Міне осы кезде сіз от души бересіз. Мә. Алланың разылығы үшін деген осы. А когда өзімізге жетпейді, өзімізде тесік біз. Ішіміз толған мусор. Біз немізді береміз, қыздар? Бере алмаймыз біз ондай кезде. Біз айтамыз, аузымызбен шүкір дейміз да, ішімізде претензия. Оңбаған, жатыр, оңбаған, анау, мынау. Менен сұрай береді, үйта көзі жоқ. Ашын бетіне күліп қойып, қарап қойып, на самом деле ішімізде от жанып жатады. Тап мен айттыңыз ғой.
Бірінші өзіңді жарылға, сосын басқаны деген сөз бар. Дұрыс айтасыз, Тойгүл ханым. Алдымен өзің, мысалы да, шынымен ғой, алма өзінің талын жейма, то есть алма пісет, жеймауын жәндіктер, жануарлар, адамдар жейді ғой. Любой нәрсе біреуге служить ету үшін. Бірақ ол алмаға қарау керек қой. Еккен кезде уход, жана суын құяды, астын тазартады, үйтеді, бүйтеді, сөйтеді. Пока ол тал болғанша. Тура сол секілді алдымен өзімізге құямыз. Аяққа тұрғанша. Бұл эгоизм емес. Бұл керісінше нормально. Сосын бере бер, от души бер. Тағы бір қызды разбор жасайын, сосын все, қыздар. Рахмет. Мен сұрақ қояйыншы. Сәлеметсіздер, қалыңыз қалай? Альхамдулилля, шүкір. Мен 2 жылдан бері психологпен жұмыс жасаймын да. Табақтан оқып, медитация жасаймын. Енді түсінгенім, Сөйлеп отқан жандарым-ау. Видеоларыңыз қоспайсыздар ма? Жетімін ұйыған едім. Хиджабты болған ке ұялайтын. Окей. Сол енді өзбекше айта берсем бола ма? Айта беріңіз, түсінем. Мен Ташкенттің қызымын. Бірақ өзбекшені уже есімнен шығарып қойғам. Талия Халаба бар ғой, Өзбекстанның қызы. Жоқ, жауап берген кезде деп қалам да, өзбекше айта алмай қалам, қиналып кетем. Бірақ түсіне берем. Мен шында қатынашқанымда да, мені психологқа қатынашып қанша нәрсе өргенгенмін да, мәселен, балаларны жерікмәслік, ұрышмаслық, ularni eshitish, ne haqini bilish, shularni kelib chiqmaz men fikrim bundaqda. Mana pul tapa beramizda, pul tapa berasiz. O'zingizga qiymaysizda, mana men erimda shunaq narsa bor-da. Yo'q, yaxshi aqabaqa borib demolaylik, bolalarni olib boraylik, mayotkadagi narsalar qilib beraylik, esida qoladimi ishlanki. Endi o'zim yaxshig'imdag'ini kelib chiqib edim-da. Qo'ya tur, mashina olib, qo'ya tur. Yo'q demaydi erim. Qo'ya tur, ko'p-da, nima ko'paytib olay pulimni deydi-da. Endi masalan, hozir erim ham o'qish kerakmi shunda, yo'q tug'ilib kedarnaysang, azoz deyin shuncha olib borayapman-da. Erim edi, bunda bo'ladi, aslida bo'ladi. Ilafus xonim. Pretenziya kimde pretenziya? Pretenziya kimde bo'lganda sol kuyovime aytamda men. Sola istekda, sola istekda. Solda, sol үшін естімейді тоқтап қалам. Претензия сізде ғой. Менде ма? Претензия сізде, иә. Сізге ұнамай жатыр ғой оның отношениясы. Бала шағаға оның көрсеткен отношениясы сізге ұнамай жатыр. Кімді есіңізге түсіріп жатыр? Білмеймін, бірақ әнді әдемі таққасылай береме, бірақ көп адам нәрсілей береме. Молодец, иә, папаңызға ұқсайды. Mana u paytda masalan yetishmovchilik bo'lganim uchun aqabaq olib borolmaganman endi bizlarni ham. Endi shu narsa bularni ham qaytalanmas deb iloji boricha adasining qo'lida podarka beraman. O'zim asosan adasining qo'lidan bergizamada bolalarga. Men shularni astaqas, ayniqsa qiz bolalarni astaqasu deb endi shular to'g'rimi yo'q xatoni? O'zi bilish kerakmi, yo'q men qilganim to'g'rimi? Неге siz өзіңізге бермейсіз? Yo'q, o'zim beraman. Папаға ренжідіңіз, папа бізге сыйлық бермеді деп ашуландыңыз папаға. Күйеуіңіз точно тура осы әрекетті жасап жатыр. Тура сол нәрсе қайталанып жатыр. Сосын мысалы күйеуімнің әкесі де көрген ісін өзі қайталай ма? Мысалы қайнатам де мұндақ нәрсе жоқ та. Жеркеп ұрышып, баяғыны қатынын яқтырмай, мәселен, шунақлар олады, лекін ерім мұндақ olmasa ham баяғы подарка берішке жоқ. Өз білмейді, өзін ойлап шығарып бермейді да, еш нәрсені. Етсеңіз түсінеді да, етмесеңіз түсінмейді. Иә.
Şu atada mesela mana ko'rib o'sdi-ku yoshida, shu uyda yashaganki ularim ko'rib o'sdi. Shu narsa mayda qadi, endi u ham o'zi bayani o'qish kerak-ku, ya. Psixolog bilan anolarni tushunish uchun. Behrouz xonim, kuyovim kinali deyapsiz-da siz. Ot Yo'q, kuyovim kinali kinali emas. deyapsiz. Dilafruz Yo'q. xonim, ol problema bo'lsa, ol o'zi izlenadi. Значит, Ha. ol uchun Bu norma. problemada kerak yo'q deydi o'ziga. Oğan problema emas bu. Oğan norma. Ot sizge bu problema bo'libdir. Ha. Ya, Ot tushundim. son narsemen жұмыс жасау Endi керек. qalay jasaymiz жұмыс? Hı? Onda barınca qabul qilum kerak pa? Қабылдау үшін адам түсіну керек қой алдымен. Сіз қалай қабылдайсыз егер түсінбесеңіз? Подсознательно түсіндіру керексіз ғой өзіңізге. Qalay tushundirsam bo'ladi so'ng? Проработка. Сіз өзіңізге қалайтын нәрсеңізді алып бересіз ба? Мені не қуантады? Не қуантады сіз білесіз ба? Ha, o'zimdan hech narsa ayamayman. Masalan, mana bir narsa yegim keladi-da. Bizlarga nimada psixologiyada o'rgatganda ang bilan kelishib yashashni-da. Bizlar masalan ang faqat sizni qo'rg'aydigan funksiya bilan nima qiladi ekan-da. Ang bilan kelishib, boyag'ini bundaq qilsak endi men xohishimni bundaq olib beraman degandek narsalarni aytib yashash kerak deganda, shundan keyin men to'g'rilanganman o'zimga. Faqat shu qiynaydi-da, boyag'i erim nimasi. Barakada demak, shaxsamandan bo'lg'im baraka. Trigger. Kuyovimiz trigger. Papani esingizga solyotir. Papaga sizda abida bor. Papaga renjib jatirsiz. Bo'lsa abidamen жұмыс жасау керек. Tushunib, Dilafruz xonim, bu подсознательно. Саналы тұрғыда емес, подсознательно. Ana ko'rib o'sgandan keyin shu qolib ketgan demakmi? Yoshimizni ko'rib o'sgandan keyin ichimizda nima, boshimizda qolib ketganmi shu? Renish bor, ya. Aytyapsiz ғой, mаған ұнамайтын еді, папа бізге сыйлық бермейтін еді. Күйеуім тура осыны қайталап жатыр деватсыз ғой. Бұл деген сөз папаға деген обида. Күйеу папаны естетіп жатыр маған. И раздражает. Chiqdir. Men sol akemda kechir men masalan xafamasman dadamdan deb qancha o'zimga nima qilganimda pul yo'llarim otilayotganini bildim-da o'zimda. Demak, ayol kishi otaga degan xafagarchiligi ham pul yo'lini yopar ekanda, har xil tomonlama yopilar ekan ayol kishi. Papa ақша, mama әлем. Shundoq. Endi anam o'tgandan keyin bildik-da, masalan anamiz men bilan tushundim-da, anamda bo'lgan ekanda, psixologdan nimasi sintasi bo'lgan ekan anamda-da, o'zi bilan ko'p gaplashardi-da. Men shuni o'qib keyin bildim-da, faqat anam yetkiza olmay ko'p janjal qilar ekanda, masalan ichidagini ayta olmay, dadam bilan ko'p urushib, qiynalib, nima qilib bergisi kelib, shuna qilib oilani o'zining nimasiga, zimmasiga ortib olgan ekanda anam. Nervdan ko'p nima olgan. Mamada totальный контроль болған sizде. Қалай ол? Контроль. Бере алмайды, жауапкершілікті күйеуіне бере алмайды. Контроль болған. Сол үшін мен ешкім естімейді деген установкасы болғандықтан ол өзімен сөйлескен. Өте агрессивный болған. Солай. Не ашушаң еді, соны айтып тұрмын. Это тотальный контроль. Барлық нәрсені контрольда ұстағысы келеді, потому что өзінің установкасы мені жақсы көрмейді. Мені тыңдамайды, мені естімейді ешкім, мені түсінбейді. Сол үшін ол өзімен сөйлесіп жүрген. Мысалы, ата-анасы естімегендіктен де болады, я ол. Өзінің әке-шешесі тыңдамаған ішінен, мысалы, айтатын сөзін тыңдамайды ғой, бізде болады ғой. Солай болғанда деймін да, анамда да. Енді оны өтіп, нерв болып кәтәлленгенде, дүниядан өтті 3 yıl болды. Шуны енді мен психологты оқып, түсінемін да, анам шындақ болған екен ғой деп, мәселен. Бұл сізде де бар жанысым.
Kişi ötken. Ötedi go. Ну да. Avlatlardan kep aylanıp ötedi eke de adamga. Masalan, bir yetişte gitmeydi eke bu bloklarda. Кетпейді ғой. Біраз жұмыс жасау керек қой. Ya, Жетістік ya. керек па, жұмыс жасай бересің. Өзгергің келе ма, жұмыс жасай бересің. Маған осы нормально. Өзгергім келмейді, осы нормально десең, без проблем. Keyinchi, mana hozir o'qigandan keyin birovlarga yordam kerakligini ko'rinib turadi sizgachi, masalan, gaplashasiz. Ular dardini aytadi. Yo'lini ko'rasiz-da ularni nima qilish kerakligini, lekin shuni aytsangiz xuddi eshitgisi kelmaydiganday bo'ladi-da. Shuni to'g'rimi, aytish kerakmi, kerak emasmi, o'zlari kelish kerakmi shunga, shunchasi o'qishga masalan. Айнала маған көмектесіп жатыр. Мен өзімді тыңдамайтынымды көрсетіп жатыр маған. Menda Түсіндіңіз mi ба? ol? Ол да Сізде, менікі конечно. mi? Конечно. Это ваше. Қалай Сіз дедіңіз? өзіңізді тыңдамайтыныңызды айналаңыз сізге көрсетіп жатыр. Özümni eshitmayman, ya içimni. İçimden eshitmayman, to'g'ri. Qanday болезнь бар ма? Bir жеріңіз ауыра ма? Қай жеріңіз ауырады? Ya kuyumshim ag'riydi go. Dumg'aza deydi go. Umurtqaning so'ngi 11 sinfda qulab tushgandim-da tezrada. Bo'ldi. Shu paytda nima olgan? Xat tekkan, suyak singgani bilan ag'riydi halim. Lekin ko'p emas, ko'p eshitmayman shuni. Tan olmayman-da, yengib ketaman deb o'ylaymanmi? Понятно. Солай қыздар, қазір денелеріңіз қай жеріңіз ауырып жатыр? Ол сізге прямой сигнал. Немен жұмыс жасау керек екеніңізді көрсетіп жатыр, да? И қандай проблема, ол сізге тоже прямой сигнал. Немен жұмыс жасау керек екеніңізді көрсетіп тұр. Бұл как задача қыздар сіздерге. Оны шешу керек. Арқаң ауырса мысалы. Белің ауруы ше, белдің. Артық мен көтере алмайтын жүк. Bel mi? Я, сіз көтере алмайтын жүкті көтеріп жүрсіз. Ол не екенін de bilmeyeyim. Ya hazır laboratoryadan keyin biledi o ya onu da. Все, қандар. Кімге развод керек? Кім проработкадан өткісі келеді? Bir айлық жекеге шығыңыздар, хорошо? Рахмет. Все, жақсы, сау болыңыздар.